Сәлем достар, бұл құпия каналы, сіздермен бірге Альфия. Достар, қазір өте керемет супер техникамен бөлісетін боламын. Бұл техника кімдерге арналған? Бұл техника үлкен және кішкентай бизнесі бар, немесе майда шүйде зат сататындарға арналған. Бір сөзбен айтқанда, бизнес бар адамдарға арналған. Егерде саудаң болмай, саудаң тұрып қалған болса, ақша келмей қалған болса, бұл техника жақсы аластайды. Сіздің магазиніңізді жақсы аластайды, сіздің, яғни немесе помещенияңызды жақсы аластайды. Сондықтан жасап көрулеріңізге кеңес беремін, достар. Бұл техника өте қарапайым, сондықтан барлығыңызға оңай деп ойлаймын. Бір қиындау жері сізге жетігін жасау керек, бірақ өзіңіз үшін постоянно күнде ашасыз ғой магазиніңізді. Сондықтан бұл еш қиындыққа түспейді деп ойлаймын. Таңертең ерте барған кезде магазинге кіресіз, кірген кезде сразу қолыңызға су құйып аласыз. Қандай су болсын, ешқандай маңызды жоқ. Мен мынандай стаканға құйып алдым. Еш маңызы жоқ. Краннан аласыз ба, басқадан аласыз ба, осындай суды аласыз. Суды алып, осылай ұстап тұрасыз. Оң қолма, сол қолма, ешқандай разница жоқ, значение не имеет. Осылай ұстап тұрасыз, ерніңізге жақындатып, сыбырлап, дауыстап емес, сыбырлап, кішкене даусыңыз кішкене шығып тұру керек. Сыбырлап, дұғаны 7 рет оқисыз. Дұғаны 7 рет оқисыз да, оқып болғаннан кейін, мысалы, мынау табалдырық болатын болса, ішкі жақтан помещенияның, магазиніңіздің ішкі жағынан, сыртқы емес, ішкі жақта табалдырыққа барып, осы суды осылар құйып жібересіз, полный құйып жібересіз. Қанша алсаңыз да маңызды емес, табалдырыққа суды құйып жібересіз. Суды құйып жібергеннен кейін, ол суды сіздер сүртіп алуға болмайды. Өзі табалдырықта кеуіп қалу керек. Осылай 7 күн жасайсыз, 7 рет, әр күні 7 рет дұғаны оқып, табалдырыққа осылай су құясыз. Жақсы аластайды, достар. Магазинді жақсы аластайды. Өзіңіз саудаларыңыз жүре бастайды. Өзіңіз көз жеткізесіз. Бұны қалай айтсам болады? Растущая лунаның әр айда жасауға болады. Растущая лунаның кезінде 7 күн жасайсыз. Болды, достар, басқа еш нәрсе жасамайсыз. Жаңа осы видеоның алдында мен бір видео салғанмын. Ол видео ақша шақыру техникасы лавровый листпен деген. Егерде көрмеген болсаңыз, осының алдында салдым. Сол видеоны қарап көрулеріңізге болады. Лайк басып, мені қолдап кетіңіздер. Ол маған маңызды. Сіздердің лайктарыңыз түсінбей қалған жерлеріңіз болса, онда комментариядан сұрасаңыз болады. Дұғаны комментарияға бекітіп қоямын. Сол жерден көшіріп немесе телефоннан оқуға болады. Сәттілік, достар.